Ассалаумағалейкум. Жаңалықтары бәрінен бұрын біле тұрыңыз, кесе YouTube арнамызға жазылыңыз. Видеоларымызға лайк басыңыз. Лайк басын қолдарыңыз кабаталаннан хабарларын саснаумен. Ақтөбеде Самара-Шымкент тасжолында жеңіл көлік алдында келе жатқан жүк көлігіне соқтығысты. Салдарынан 4 адам көз жұмды. Оқиға бүгін Самара-Шымкент автожолының Қобда ауданы аумағында болды. Лада Ларгус автокөлігінің 27 жастағы жүргізушісі DAF жүк көлігімен соқтығысқан. Апат салдарынан Лада Ларгус автокөлігінің 3 жолаушысы оқиға орнында қайтыс болды. Біреуі ауруханада көз жұмды. Полиция департаменті жол қозғалысының барлық қатысушысын жол ережелерін қатаң сақтауға шақырады, деп хабарлады облыстық ПД баспасөз қызметінің жетекшісі Ерболат Сарқұлов. Ауру ма? Диана ханымның ерсі қылығы халықты тағы да шуландырды. Атышулы қосылайық жобасының жүргізушісі Диана Скатова тағы да әлеуметтік желі қолданушылардың сынына қалды, деп хабарлайды Экспресс. Шоу жүргізушісі Диана ханымның біреуге пародия жасап күлген әрекеті желі оқырмандарына ерсі көрінген сияқты. Себебі Инстаграмдағы қосылайық 2021 жылғы парақшасында жазылған көп пікірдің жағымсыз тараптан екенін аңғаруға болады. Осылар әдейі істейді, өзінше қылықтарын көрсеткені ғой. Жараспайды, аурума деп қалдым ғой. Немене қуып отыр? Диана ханым деген сайын жараспайды қылықтары. Түкте тәрбие жоқ екен. Тума ауру бар ма еді? Зорлы ханым дейтінің кім ол? Дейді желі қолданушылары.